Саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздерменен заманауи талаптарға сай капкейк десертін дайындайтын боламыз. Бұған бізге екінші курс студенті уже достар кафесінің кондитері Оразова Динара көмектесетін болады. Саламатсыздар ма? Капкейктердің соңғы кезде үлкен танымалдылыққа ие десерттердің бірі. Ол мөлшерінен кішірек болғандықтан ол тезірек дайын болады. Бұлардың жасалу жолы әртүрлі болғанымен құрамдары бір болып келеді. Бізге 2 жұмыртқа, сүт, ұн қопсытқыш, қант және сұйық май керек болады. Негізінен капкейкті жасалу жолдары әртүрлі болып келеді. Оның құрамына мысалы сары май немесе сұйық май кіруі мүмкін. Біз бүгін сұйық майды алдық, өйткені капкейкке сұйық май қосылатын болса, ол жаңағы жұмсақ және әдемі болып піседі. Ben kalbinde bir kiracı yerleşeceğim. Sımsıkı ben gel hemen. Ал енді біздің капкейктеріміз дайын болды. Енді оның үстіне біз кремін жасаймыз. Крем бізде 33%-ық сливке қолданамыз және творожный сырдың осы екі және сахарный пудра қосып, сол ингредиенттерді араластырамыз. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı yerleşeceğim. Sımsıkı ben gel.